Ей иман келтіргендер, зинаға жақындамаңдар дейді. Мен осы тақырыпта Құраннан және пайғамбарымыздың, Алланың оған елмен сәлем болсын, айтылған өз аузындағы сөзінен алып сіздерге жеткізіп отырмын. Ойымнан шығарып отқан жоқпын. Уәсә әсәбейла дейді. Сондай-ақ ол әдетке айналатын болса, ол өте жаман жол деп жатыр пайғамбарымыз, Алланың оған елмен сәлем болсын. Уәлә тақрабу зина дейді. Зинаға жақындамаңдар. Бізге тыйым салған күнәлардың ішіндегі зинаны жасамаса да, сол зинаның бір үлесін істемейтін адам жоқ дейді жер бетінде. Кім мүшесін сақтаса, оған жәннат дейді ғой. Кім жастық шағын аман алып қалса, зинадан оған жәннат дейді пайғамбарымыз, Алланың оған елмен сәлем болсын. Адам қашан зинасын аяқтап болған кезде Алланың рахымымен иманы қайтып оралады дейді. Кеше айттық қой тәуба жайында. Яғни Алла тағала пайғамбарымызға, Алланың оған елмен сәлем болсын, Жәбрил алейхиссалам жайлы, Жәбрил алейхиссалам арқылы айтқан болатын. Сенің үмметің күнә жасап, түбі тәубе ететін болса, менен қорқып, мен оның тәубесін қабыл етем, кешірем деген. Юсуф алейхиссалам оқиғасын білесіздер ме? Зинадан қашқан. Сол қашқаннан түрмеге кіріп кеткен ғой. Қазір айтып берем, я. Пайғамбарымыз, Алланың оған елмен сәлем болсын, айтады: бізге дейінгі заманда 3 адам жолаушы болып бір таудың қасына келеді дейді. Түн болып қалған екен сол уақытта. Сол таудың үңгіріне паналайды. Сол үңгірдің кіре беріс аузы бар ғой, тас құлап қалады да сол жерге. Аузын жауып тастайды екен да, шыға алмай қалады ғой қараңғыда. Болды. Енді ана тасты алатын ешкім жоқ, құдіретті Алладан басқа. Сонда ішіндегі біреу айтады ғой: Алла үшін шынайы бір жасаған амалдарымыз болса, сол амалды ортаға қояйықшы дейді. Дәл қазір сенің көмегіңе мұқтажбыз деп айтайықшы дейді. Сөйтіп біріншісі айтады: я Алла тағалам, сен мені білесің ғой дейді. Мен ата-анама балғын сүтті әкеліп ішкізбей ешқашан ұйықтамайтын едім ғой. Бір күні ризық іздеп жүріп, әдеттегі уақытынан кешігіп қалдым да дейді. Сүтті әкелсем, әкем мен шешем ұйықтап қалды. Оларға ішкізбей мен бала шағама, әйеліме ішкізбейтінмін дейді. Оянған жоқ отырған екен жаңа кісі. Олар оянып сүтті ішіп болған соң, әйел бала шағасына ішкізген екен. Үлкендер бастамай тамақты жемейтін деген сияқты ғой енді. Я Алла тағалам, егер де осы амалым арқылы сенің дидарыңды ғана қалаған болсам, онда жәрдеміңді берші дейді. Дәл қазір мен саған мұқтажбын деген кезде Алла тағала естиді ғой, я. Ана тас кішкене ашылады екен. Күн сәулесі көрінеді. Аспан жарық болып тұр да. Бірақ шыға алатындай мүмкіндік жоқ әлі. Екіншісі айтады: менің бір бөлек қарындасым бар еді, соны сүйгенде ешкімді сүймеген едім дейді. Онымен кездескен сайын мен одан маған беріл деп айтатын едім дейді. Ол бас тартатын. Арада біраз уақыт өтіп жоқшылық заман еді. Сол кезде ол жаны қиналып маған келді дейді. Менде бар еді дейді, енді ақша да байлық та. Мен оған 120 алтын динар бердім де, бір шартпен маған берілу шартымен. Келісесің бе деді. Ол амал жоқ, көнді дейді. Сөйтіп екеуміз бөлмеге барып, енді жақындай бергенде ол айтты дейді, жаңа қыз: Алладан абайлаңыз, лайықты жолмен болмаса мөрімді баспаңыз дейді екен. Яғни некесіз маған жақындамашы, Алладан қорқ деп тұрған ғой. Сол сөзді естіген кезде мына кісі қорқып киімімді киіп, жаңағы алтынды садақа етіп кеттім де дейді. Еш нәрсе істеместен шығып кеттім дейді, қорыққанымнан. Раббым, егер сол істі тек сенен қорқып істемей кеткенімді көрсең, жәрдеміңді берші дейді. Әлгі тас тағы жылжиды дейді. Алла ұмытпайды амалдарымызды. Яғни істейін деп тұрған, бірақ одан таю нәрсе деген бар да, тайып кету. Ол да бір тақуалық амал екен. Үшінші кісі тұрып айтады: мен бір адамды жұмысқа жалдадым да дейді, оның еңбек ақысына, мына алақан бар ғой, 12 алақан күріш берем деп келістік дейді. Сөйтіп ол жұмысын бітірді де, келіскенде 12 алақан күрішті бердім дейді да. Ол оны аз көргендей ашуланып тастап кетіп қалды дейді. Ой, керек емес, маған күріш аз ғой мынау дегендей. Сол беті оны көрмедім дейді жаңа адамда. Кейін жаңағы күрішті ектім дейді. Егін таулап жылдар өтіп, керемет бір жеміс берді дейді жаңа күріш. Өсіп жатыр жыл сайын дейді. Сиыр, қой, түйеге дейін тіпті қызметшілер сатып алдым дейді жаңағы пұлына. Бірақ соның бәрі соныкі ғой дейді. Түбі мен біліп тұрмын, менікі емес. Күндердің бір күні сол адам кеп қалатын шығар деп жүрген кезде ол келді дейді. Баяғыда еңбек ақымды алмай кетіп едім ғой, соны берші маған деп. Оның алайын деп отқан сол 12 алақан күріш қой, білмейді ғой мына малдың көбейгенінше жұмысты ұсынған адам. Мына малдың бәрі сенікі дегенде, мені мазақ қылып тұрсың ба дейді ғой. Жоқ, мен сен мазақ қылып тұрған жоқпын. Сен алмай кеткен нәрсені мен егіп дейді,
осындай нәрсеге жеттім ғой міне дейді. Ол қуанып өзіне тиесілінің барлығын алып кетеді дейді. Раббым деп тұр ғой. Егер осы сенің разылығың үшін істеген болсам, жәрдем берші деген кезде жаңағы тас толық ашылды дейді. Яғни сондай амалдарды көбейту керекпіз да біз. Бір күні бір жас жігіт келеді дейді пайғамбарға, Алланың оған елімен сәлем болсын. Ол кісі сахабалармен бірге отырған еді. Я Алла елшісі, рұқсат етіңізші дейді. Зина жасағым келіп тұр дейді. Мына отырған сахабалар, ей жынды не айтып тұрсың дейді ғой, ақымақ. Тыйыл, андағы сөзің не деп айтып жатқан кезде, бірақ ол білді ғой қандай азап тұрғанын, мына сахабалардың осылай сөйлейтінін, пайғамбардың ашуы келетін. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте мейірімді, сабырлы кісі болған. Жақын келші маған дейді. Келіп алдына келіп отырады, жаңа пайғамбарымыздың, Алланың оған елімен сәлем болсын, қолы жететін жерге дейін отырады алдында. Күнә ғой ол, не айтып тұрсың, анау мынау дегеніндей сөз айтқан жоқ. Анаңа осыны қалайсың ба деп сұрады дейді. Жоқ, Алла елшісі, о не дегеніңіз, не айтып отырсыз дейді ғой. Бәлкім сен жасайын деп тұрған нәрсе сол біреудің анасы ғой дейді. Анасы ғой енді, будущем деген сияқты, қазір де болсын. Сөйтіп тұрып ол бала ойланып қалды дейді. Сүйесің бе осы нәрсені қызыңа дейді. Жоқ, Алла елшісі, сіз жолында мен төлем болайын, ондай әңгіме айтпаңызшы дейді. Жаңа нәпсісіне жақпай тұр. Сүйесің бе осыны әпкеңе, не қарындасыңа деп айтады ғой пайғамбарымыз, Алланың оған елімен сәлем болсын. Оның жеткізуінің өзі қорқынышты болып тұр ғой. Сен сүйесің бе соны деп ше. Сыртта біреу, сенің жақындарыңа деген сияқты ғой, сенің сүйетін адамдарыңа сондай көзбен қарайтын болса, сен сүйесің бе соны деп. Жаңағы жігіттің жүрегіне иман кіріп, қорқыныш ұялап кетеді ғой. Жүзін көріп, қорыққан бейнесін көріп, қолын көтеріп, я Алла тағала дейді. Кешір оның күнәсін және жүрегін тазартшы дейді. Мүшесін сақташы деп дұға жасайды екен. Күллі сахаба куә болып отыр. Жаңағы жігіт ешқашан бұндай нәрсені кейін ойламады да дейді. Қиямет күні Алланың алдына барған кезде адам баласы сылтау айтып көп сөйлеп кетеді екен да. Бүйткен жоқпын, Алла кешірші, қайтып жіберші, кешірші, бүйткен жоқпын, сөйткен жоқпын, мен үйді ойлаған жоқпын деген кезде Алла тағала оны естігісі де келмейді да. Көп сөйлеп жатқанда аузын жауып тастайды екен. Сонда дене мүшелері сөйлейді ғой, куәлік етеді да. Тілдері, қол, аяқ, көз, құлақ, тері жасырыну керек қой әйелдің әсіресе. Бұл еркектерге ғана айтылған нәрсе емес. Сендер ойладыңдар ма, істерінің көбісін Алла білмей қалады деп? Бұл сендердің шайтан үйреткен ойларың еді дейді, Құранда жазылып тұр. Пайғамбарымыз, Алланың оған елімен сәлем болсын, айтады. Адам баласының денелерінің ішінен ең бірінші сөйлейтін мүше сан дейді ғой. Сосын қолдары дейді. Тозақта әйел адамдар көп дейді. Осы сұрақ мазалай ма сіздерді? Неге деген сұрақ. Неге әйел адамдар көп? Не істеп қойдық біз деген? Еркектерге хор қыздары, әйелдерге хор еркектер деген жоқ. Хор қыздары, яғни жәннатта еркек адамдар көп деген сөз. Осы сөздердің өзі қорқыту керек қой бізді. Бұл мәселеде бұрынғы пайғамбарлар да өте тақуалық танытқан. Жүсіп алейхиссалам өмірінде болған жағдай, оның Зулейхамен болған оқиғасын білесіз ба? Мысыр әмірінің әйелі өте көрікті кісі болған ғой, Жүніс алейхиссалам. Соған жаңағы әйел қатты ғашық болып, арам ойға келіп, бір бөлмеге кіргізіп алып, оны әдепсіздеу киімдер киіп, иістеніп, ал енді бір-бірімізбен ләззаттанайық дейді ғой. Алла сақтасын. Қорыққаны соншалық мұндай қылықтан, жеке бөтен әйелмен қалудан Құранда сипатталған да бұл жағдай. Алла панаң алшы, Алла панаң алшы деп Алладан пана сұраған. Сонда әйел оны қуалап бара жатып, көйлегін жатып жүрген ғой. Аман есен зинадан қалады. Сонда әйелдің күйеуі кеп қалады ғой. Сенің келген жақсы болды, сен болмағанда мынау абыройымды төге жаздады дейді ғой. Жүсіп алейхиссалам кінәлі емес екенін күйеуі кейін біледі. Сонымен ол әйелдің айласы онымен тоқталып қойған жоқ. Зулейха бір күн айтады, егер менің айтқанымды істемесең, қор қылып зынданға лақтырам дейді ғой. Соның қол астында құлы еді ғой. Аналар қожайын, билік жоқ. Сонда ол Раббым, мұндай күнәдан гөрі дейді, зынданда отырғаным жақсы дейді ғой. Құранда ол бірнеше жыл түрмеде жатты деп келеді. Шариғатта дүниеде берілетін жазаның өзі қорқынышты. Қандай жаза білесіз ба? 100 дүре. Егер де олар үйленбеген жас болса, 100 дүре соғылады. Елдің бәрін шақырып, жария етіп, масқаралап тұрып жазалау. Егер олар семьялы болса, әйелдің күйеуі бар, күйеудің әйелі бола тұра зина жазып қойған жағдайда таспен ұрып өлтіру. Белге дейін көміп, әйелді әурет жері көрінбес үшін таспен ұрып өлтірген. Егер де бұл дүниеде ол жазасын алмаған жағдай болса,
ақыретте жазасы қандай екен ойлаңыз. Пайғамбарымыз Алланың оған егілмен сәлем болсын айтады, Алла тағала маған о дүниедегі күнәһарлардың азаптарын да көрсетті дейді. Бір адамды жатқызып қойып таспен ұрып жатқанын көрдім дейді да. Оның миы шашылып жатады, қайтып жиналады, таспен ұрады, жиналады, таспен ұрады. Сосын өте бір шыңғырған еркек әйел даусын естідім дейді да. Қарасам үлкен жаңа тандыр нан сияқты пісіретін бар ғой, таннур деп аталады екен. Оның асты өте кең, төбесі тар, пешке ұқсаған. Ішіне қарасам жалаңаш әйел мен жалаңаш еркек бір-біріне құлап мінгесіп шыңғырып жатыр да, жаңа от астынан жанған кезде көтеріледі да, оттың жаңағы несі ұшқыны басылған кезде олар төмен түседі екен, сөйтіп азапталып жатыр да. Ғалымдар айтады, өлгеннен кейінгі қиямет бастамай тұрып берілетін жазалары дейді. Егер тозаққа түспей жатып барзақ әлемінде осылай болса жағдай, онда тозақта қалай болмақ? Пайғамбарымыз Алланың оған егілмен сәлем болсын уәде еткен ғой, кімде-кім маған екі жақтың арасындағы нәрсені тілге және екі аяқтың арасындағы нәрсені жаңа әурет жеріне қорғаймын деп уәде етсе, мен оған жәннатқа кіресін деп уәде етем дейді. Өйткені білгенде оны ұстау қиын қазір заманда. Жасамай-ақ қойыңызшы, сол қарамай-ақ та қойыңызшы, түкке пайдасы жоқ, ақыретіңізге де пайдасы жоқ, мына дүниеде де пайдасы жоқ. Ол сіз жазыланбаса балаңа өтеді, бала өтпесе жаңағы ұрпағыңа өтеді деген сияқты түбі Алла тағала оны бумеранг қып қайтарады. Сол үшін тәубеге асығып, қолдан келгенше жоламауға, Құранда келген аяттарды жиі естіп, есімізге салып отыруға әдетке айналдырайықшы. Субханака Аллахума ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейх.